Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақ-жоңғар шайқастары. Оқу мақсаттары жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте танылған хандар мен батырлардың рөлдерін түсіндіру. Сабақты бастамас бұрын біз қалқандар әдісіменен өткен сабақты сұрақ-жауап арқылы сұрап алатын боламын. Бірінші сұрағымыз: қазақ халқының әскери өнерге қызығушылығы қай кезден басталды? Ерте замандағы ата-баба дәуірінен. Өте жақсы балалар. Халық жасағы дегеніміз не? Ел басына қауіп төнген кезде құрылған халықтың әскері. Өте жақсы балалар. Келесі сұрағымыз: Қарақұм мен Ордабасы құрылтайларының негізгі мақсаты не болды? Қазақ жүздерінің басын біріктіріп, жоңғар басқыншыларына қарсы күрес ұйымдастыру. Дұрыс балалар. Келесі сұраққа көшейік. Халық жасағын ұйымдастыруда кімдердің орны ерекше болды? Билер мен сұлтандар мен батырлардың. Өте жақсы. Бүгін біз бабалар ерлігі арқылы отансүйгіштік пен тәуелсіздік құндылықтарын сезінеміз. Сабақтың тақырыбы қазақ-жоңғар шайқасы. Жаңа сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақ халқы қиын-қыстау уақытта тек өз күштеріне ғана үміт артып бірге бастады. Бүкіл халықтың күш-жігерін жұмылдыру қазақтардың Бұланды және Аңырқай шайқастарында жеңістерге қол жетуіне мүмкіндік берді. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері: Аңырқай шайқасы, Бұланды шайқасы, қалмақ қырылған, аманат. Бұл бүгінгі сабағымызда білу керек болған тірек сөздеріміз. Жасанды интеллект арқылы дайындаған бейне жазбаны көрейік. Бұланды шайқасы. Бір 1728 жылы Ұлытау өңіріндегі Бұланты мен Білеуті өзендері бойында Қара Сиыр деген жерде қазақ жасағының жоңғар әскерлері мен шайқасы болды. Зеңбіректермен және мылтықпен қаруланған жоңғардың қалың қолына қазақ, қырғыз және басқа халықтардың 60 мыңдық қолы қарсы тұрды. Қанды шайқас болған жер қалмақ қырылған деген атаумен қазақ халқының есінде мәңгі сақталып қалды. Соғыста жоңғарлардың 10 мыңға жуық жауынгерлері жойылды. Бұланты өзенінің бойындағы жеңіс жауынгерлерді рухтандырып, жігерлендіре түсті. Аңырақайдағы жеңіске жол ашты. Жаңа сабағымызды бекіту мақсатында тапсырма орындайтын боламыз. Тұлғаны таны әдісі арқылы тапсырмамызды орындаймыз. Тұлғаны таны: Жолбарыс хан. Тұлғаны таны: Әбілмәмбет хан. Тұлғаны таны: Бөгенбай батыр. Тұлғаны таны: Абылай хан. Балалар, келесі тұлғамызды танып көрейікші. Есет батыр екен. Келесі тұлғамызды танайық. Бөгенбай батыр. Келесі тұлғаны танайық. Қабанбай батыр. Келесі тұлғаны тани көрейік. Райымбек батыр. Келесі тұлғамыз, соңғы тұлғамызды танып көрейік. Әбілқайыр хан екен. Өте жақсы балалар.
бұланды және аңырқай шайқастары арқылы салыстыру талдау жасаймыз. Шайқастың өткен жерлері, болған жылы және нәтижесі, тарихи маңызы жайлы жазасыңдар. Бүгінгі сабағымызда не білдік балалар? Қазақ жоңғар шайқасында қазақтар жауға естерінен тандыра соққы берді. 300-дің хандары мен сұлтандары бұрынғы ауыздықты қойып, күш біріктірудің арқасында жауға қарсы жұмыла күресіп, тамаша жеңіске жетті. Бұл жеңіс 300-дің күшін біріктірудің қисынды әрі заңды нәтижесі болды. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мына сұрақтарға кері байланыс береміз. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңыздар.